Баршаға ассалаумағалейкум достар, сіздермен спорт жаңалықтары видеоны бастамас бұрын арнаға тіркелеміз, видеоға лайк басамыз, комментарий жазып қоямыз. Ең бірінші қолдау сол, бізде букмекер реклама ешқашан болмайды достар. Бетербиевтің жеңген Бивол келесі қарсыласын таңдады. Жартылай ауыр салмақтағы әлемнің абсолют чемпионы Дмитрий Бивол отандасы Артур Бетербиевті жеңгеннен кейін келесі қарсыласы кім болатынын айтты деп хабарлайды. Канело, Артур Бетербиев және Дэвид Бенавидистің бөлек мен Калум Смитті атар едім. Ол да белбеуге үміткер. Турки Әл-Шейх менен бірінші ауыр салмақты жекпе-жек өткізу туралы сұраған. Мұндайда болады, дейді Бивол Boxing News YouTube арнасы берген сұхбатында. Бивол 4 белбеуді Бетербиевтен тартып алды. 22 ақпан әретті. Сауди Арабиясының Бивол төршілерден бөлек шешіммен Бетербиевті жеңіп, қазан айындағы жеңілісі үшін қарымтасын алды. Ал Артур үшін бұл карьерасындағы алғашқы жеңіліс болды. Тарихта қалады, сарапшы Алимханұлы Головкиннен асып түскелі тұрғанын айтты. Қазақстандық Жәнібек Әлемханұлының келесі жекпе-жегі туралы құлақтандырды деп жазады. 31 жастағы Әлемханұлы орта салмақта WBO мен IBF титулдары 5 сәуір Астанада өтетін бокс кешінде қорғайды. Қарсылас франциялық Ануэль Нгамисинг. Жеңіліп көрмеген Әлемханұлы бірінші титулын өз елінде қорғайтын алғашқы қазақстандық ретінде тарихқа кіргелі тұр. Үйге оралу атты шара елдің бокстағы бай мұрасын паш етпек. Қазақстанның жанкүйерлері мен боксшылардың ұзақ уақыт чемпиондардың өз көзімен көру мүмкіндігі болады. Геннадий Головкин мен қазір Жәнібек Әлемханұлы сияқты жұлдыздар титулдары көбінесе ақшты қорғады. Қазақстан өзінің бокс дәстүріне мақтан тұтады. Бұл еді Олимпиаданың 23 жүлдегері және Геннадий Головкин, Серік Сәпиев пен Василий Жиров сияқты аңыздары бар. Алайда бұл қазіргі тарихтағы өз елінде чемпион атағын алғашқы қорғауы болады. Ал бұл Қазақстан әлемдік бокс аренасының шығып отырғанын көрсетеді делінген материалда. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Сіздерден тек қана поддержка и лайк.